YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін прага тортын дайындап көрсететін боламын. Құрамы өте оңай және қарапайым торттардың бірі. 2 жұмыртқамен қантты алып, жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне сүт және сұйық майды қосып, тағы да бір араластырып жібереміз. Содан соң құрғақ массаларды қосамыз. Ұн, какао, разрыхитель және ас содасы. Барлығының өлшемдерін жазып қалдыратын боламын. Осылай електен өткізіп, 3-4-ке бөліп саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Оның түйіршіктері болмауы керек. Содан соң бізде шоколадты қою жақсы масса шығады. Оны керек формаға бөліп, 3-ке бөліп пісіретін боламыз. Қызып тұрған пешке саламыз міндетті түрде. Осындай массаны енді керек формада 3-ке бөлеміз. Менде 24 диаметр шықты. Соған құйып, кезек-кезек пісіріп алдым. Қызып тұрған пеште болуы керек. Дайын болған корждарымызды суытамыз. Содан соң бір тегіс етіп кесіп алатын боламыз беттерін. Менде видеода түспей қалыпты. Кейбір жерлері томбайып, бір кедір-бұдыр болып пісуі мүмкін. Сондықтан осылай тегіс етіп кесіп алып, кольцода жинаймыз. Бір корж саламыз. Пропитка ештеңке қажет емес, өйткені қамырдың құрамында май, сүт болғандықтан өзі ылғалданады. Содан соң крем, менде сливочный, яғни творожный сырмен осындай сливки кремі холодильникке 4-5 сағатқа қоямыз. Менде ровно 5 сағат тұрды. Содан соң кольцодан ажыратып аламыз. Жан-жағын абайлап ажырату керек. Тортымыз бізде өз формасын ұстап, осындай әдемі шоколадты торт дайын болған. Енді соны жан-жағын қаптап, әрлейтін боламыз. Бір айналдырып қаптап шықсаңыздар болғаны, өйткені жанына біз крошка себетін боламыз. Ал бетіне шоколад құямыз. Менде шоколад, Қазақстан шоколад пен сливки. Екеуін водяной ваняда ерітіп алдым. Және осы мұздап тұрған кремнің үстіне құйдым. Бірден қатып қалды. Жан-жағына шығарып қажеті жоқ, тек төбесіне сепсеңіздер болды. Одан кейін жан-жақтарына осы бағана бізде қалған корждарда өткізіп осылай әрлейміз. Қалауыңызша жазу жазсаңыз да, әртүрлі узор салсаңыз да болады. Енді өзіңіз қалауыңыз. Мен жай ғана торттың атын жазып қоя салдым. Ортасын кесіп көрсетейін. Осындай әдемі тортымыз дайын болады. Ұнаса лайк басып, сіздер де дайындап көріңіздер.